Егер сіздің жолдасыңызбен немесе әйеліңізбен қарым-қатынасыңыз қазір нашар болып жүрсе, немесе бір-бірлеріңізге суып түсіне алмай жүрсеңіздер, немесе вроде біргесіздер, бірақ та эмоционалды тұрғыда мүлде арада қарым-қатынас жоқ болса, онда осы видеоны қарауға кеңес беремін. Себебі мен өзімнің бір тамаша өмірлік тәжірибемен бөлісетін боламын. Как раз вот қазір біз демалып жатырмыз. Және 15 жылда, біз отбасы құрғанымызға 15 жыл болды, және біз жолдасымызбен алғаш рет екеуміз ғана демалысқа шықтық. Ең қызығы, біз бірінші күні-ақ бір-бірімізбен қатты ұрсысып қалдық. Прям кәдімгідей ренжіп, прям неприятно было. И мен бұны кейін түсіндім. Жалпы неге ол жағдай болды, не әсер етті, сол туралы айтамын, және қандай мықты инсайттар алдым мен жалпы. Сол туралы бүгін айтатын боламын. Сіздермен әдеттегенше Адияр Албай, мен парақшамды бірінші рет көріп тұрсаңыз, мен дипломированный психологпын. Психология саласында жүргеніме және өзімді зерттеп жүргеніме енді 10 жылдан асты десе болады. Сондықтан да міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Сонымен, в общем, біз Қырғызстанға Иссыкульға келдік. Баланы жолдан лагерьге тастадық та, жанындағы бір отельге демалуға шешім қабылдадық. Алыс емес, бірақ все равно ол өзімен өзі, біз өзімізбен өзіміз. Бірінші күн біз тыныштықтан қорқып қалған сияқтымыз. Өйткені біз енді бірақ баламыз бар, бірақ жаңағы племяшкаларымыз бар, соларды албамыз. Әйтеуір айналамызда постоянно балдар жүреді. И жаңағы шу, солардың жағдайын ойлайсың, тамақ ішсе екен, шомылса екен деп айтыр, солардың кремін жағумен-ақ уақыт өтіп кетеді ғой, киімдерін сүртіп жуумен-ақ әйтеуір. Содан бір-бірімізге енді ерлі-зайыптылардың мүлде бір-біріне уақытсы жетпейтіні рас екен. Тіпті бір-біріне бір жылы сөз айту, бір-біріне бір қолдап қой, бірдеңе айту деген сияқты. Суета дейміз ғой, орысша былай. И біз бірінші күні бір-бірімізге аң-таң болып қарап қалдық. Біріншіден тыныштық, еркіндік, суға барасың ба, шомыласың ба, тамақ ішесің ба, кино қарайсың ба, ұйықтайсың ба, өзің білесің да. Сонымен деген аң-таң болып қалдық. Бірінші күні үйренісе алмай сөйтіп жүрдік. Әбден бір-бірімізден не қылып қалған екенбіз, қалай айтсам, отвыкли дейді ғой, орысша айтқанда. Қазақшасын ұмытып тұрмын. В общем, содан кейін кешке мореге шығып отырып сөйлестік. Одан кейін асықпай отырып барып шай іштік. Ешкім бізді мам, пап деп атқан жоқ. Еркін сөйлесуге мүмкіндік пайда болды. Және күйеуімнің бойында жүрген бір жаңағы қалайсам мәселелері, реніштері, мен бойымда жүрген сондай нәрселерді біз айту арқылы кәдімгідей жеңілдедік. Кәдімгідей бір екеуміз бір психологқа барып келгендей болдық бар ғой. Өйткені кейде шынымен мысалға қалада тұратындарда да солай ғой, жұмысқа барасың, балаларды секцияларға тасисың, кешке келесің, әйтеуір үйдің тірліктері, шай тамағын ішесің, ұйықтайсың. Никакая романтика, никакое внутреннее состояние, бір-біріңе әйтеуір бірдеңе айту. Балалардың алдында да бір лишний раз ұрысқың келмейді, жаңағы травма алмасын деп. Әрине арасында сөйлесіп тұрамыз, айтып тұрамыз, бірақ это что-то другое. Сондықтан да мен бұл видеомен не айтқым келеді, арасында хотя бы шетелге шыға алмасаңыз да, хотя бы осы бір паркке барып келу, балалар суббота-воскресенье бір жерге барып келу, это так важно. Енді күнде болмаса да хотя бы айына бір рет барып тұрған жақсы. Бірақ просто бара салу маңызды емес та, бұл жерде кәдімгідей сен мына қазіргі отбасында қандай минустар бар екеніңізді түсіне бастайсыз. Біз мысалы өзіміз үшін көп нәрсе түсіндік, бойдарымызды түсіндік, не үшін біз кейде осы тақырыпқа ұрсып қалатынымызды, неге мына тақырыпта наоборот бірімізді түсінетінімізді түсіндік. Мысалға қазір ол шомылып жатыр, өйткені қазір уақыт ертерек, и мен кішкене видео жазып жіберейін деп шешім қабылдадым. Өйткені бөліскім келеді, мен бұл әлемге жалпы пайдалы болғым келеді. Мысалға осы жерде біз демалға келдік қой, бірге уақыт өткізейік деген сияқты мысалға түсінбеушіліктер болып қалуы мүмкін ер азаматтың тарапынан. Бірақ біз сөйлесу арқылы соны түсінеміз да, бұл мен үшін маңызды екен, ол үшін анау маңызды екен деген сияқты. Бір-бірімізде арасында күтуге, бір-бірімізге арасында түсінуге уақыт керек екен. Сондықтан да мен үшін бұл үлкен инсайт болды, мен үшін бұл үлкен бір күшті демалыстардың бірі болып жатыр. Енді Иссыкульда су кішкене салқындау, бірақ түске таман жылынады обычно. Қазір енді тамыздың
ортасы, жылылау, июньда суық болады екен, июльда. Біз мысалға осының алдында неге барып келдік? Европаны аралап келдік, круизный лайнермен 5 елде болдық, 7 қаланы көрдік, или 8. Турцияда болдық. И біз ол жерде кәдімгідей қыдырдық, бәрі жақсы, балаларға енді әлемді көрсету керек, бірақ ол жерде суета көп болды. Ал мына жер бізге тыныш, жақсы. Сондықтан обязательно қыдырып тұрыңыздар, бір-біріңізге уақыт бөліп тұрыңыздар. Психологқа барыңыз, егер де ондай мүмкіндіктер болмай жатса. Қазір қолжетімді психологтар бар. Мен де бұл салада өзім жұмыс жасаймын, білесіздер, мен көптен бері қарайтындар біледі ғой. Мысалға, маған өміріме бұл өте қатты өзіме көмектесіп жатыр. Мен өзім де терапияға постоянно барып тұрамын, өйткені мен түсінемін, что сен бір-екі терапиямен, например, мәселеңді шеше алмайсың. Бірақ осылай жаңағы көлге бір жерге шығып тұрудың өзі кәдімгідей терапия деп жатырмын ғой. Сол кезде біз бір жағынан өзімізге ғана емес, балаларға да күшті мотивация береміз, өйткені балалар бір-бірін түсінетін, бір-біріне анда-санда жаңағы уступать ететін, жаңағы бір-біріне қолдап тұратын, жаңағы бір ауыздан түсінетін отбасын көрген бала, ол шын мәнінде өскенде оның тірегі мықты болып өседі. Ол өзіне сенімді болып өседі. Ол түсінеді, что мәселе болса да оны шешуге болады, оны былай істеуге болады деген сияқты. Сондықтан да это полезно для всей семьи и для женщины, тем более бір жағынан постоянно үйдің жұмысы, тірлік, тамақ істеу, үй жинау дегеннен де шаршайды адам деген. Ол кезде адамның басы постоянно стрессте болғандықтан оған идея да келмейді. Ол даже вот өзіңді таба алмай жүрсең, не істеріңді білмей жүрсең де бұл өте жақсы. Бірақ мына жерде маңызды нәрсе бар. Егер сізде қазір, мысалға, бір боль болса, сізде бір, как будто өзіңізді бір алдағыңызға, бір жерге демалғыңыз келсе, это неправильно. Егер мысалға қазір сіз шынымен ажырасып кеткен болсаңыз, немесе сіз қазір сондай бір состояниеда жүрсеңіз, немесе бір жұмысыңызда проблемалар болып, бір түсінаспай стрессқа түсіп жүрсеңіз, лучше сол моментті үйде, тыныштықта, жалғыз, соның бәрін бір прожить надо дейді ғой, отырып, сол больді сезініп, жылап шығаратын бәрін шығарып, одан кейін барып, уже деп жеңілдеген кезде демалысқа барған жақсы. Өйткені сіз қазір, сізде мәселе көп болса, ішіңізде күйіңіз нашар болса, сіз өзіңізді алдап, шетелге келіп, все, менде бәрі күшті деп сөйтіп кетсеңіз, ол боль денеде қалып қалады. Ол боль сізге тыныштық бермейді. Ол бір ауру сырқау арқылы, постоянно депрессняк арқылы қайтып келе береді. Және сол ситуация шынымен басқа адамдар арқылы қайтып келе береді. Поэтому демалысқа қай кезде барамыз, уже бәрін босатып, шығарып болған соң келеміз. Сол кезде сізде сапалы демалыс болады. Сол кезде сізде ішкі боль қалмайды. Вот, тек қана осы демалыс кезде бір нәрсе шығатын болса, вот сонымен кейін потом жұмыс жасауға болады. В общем, солай. Бүгін күн тамаша болып тұр. Иссыкөлдің бір ұнайтыны қатты ыстық емес, қатты суық емес. Жалпы Қырғызстан маған ұнады. Біз енді машинамен келдік қой. Трассалар енді керемет. Одан кейін барып енді таулар әдемі, елкалар, неше түрлі гүлдер, ағаштар, әр жерінде мед сататын, натуральный мед сатып алдық біз. Сондықтан да мына тұрған қырғыз бауырларымызға келіп қыдырсаңыздар да өте тамаша негізінде да. Қымбат емес, қолжетімді, өте қолжетімді. Мысалға, Қапшағайға барыңыз, Алматының жанындағы, Сол, в общем, айтарым осы. Егер сіздерге шын мәнде өзіңізді түсіне алмай жүрсеңіз, сізге бір тіреп кететін көмекші керек болса, міндетті түрде консультацияға келсеңіздер болады, көмекшін беретін боламын. Сол, достар, көріскенше жақсы. Алдағы уақытта да сіздермен тамаша видеолармен бөлісетін боламын. Осы жерде комментарийға міндетті түрде ойларыңыз жазып кетіңіз, не ойлайсыз, сізде қалай? Егер де сізде қазір бір мәселе болса, міндетті түрде жазыңыздар, мен сіздерге жауап беремін. Бірінші жолдары қандай, ары қарай не істеуге болады, Сосын видео пайдалы болса лайк басып, жаңағы кері байланыс беріңіздер, өйткені шын мәнде әлем қандай. Сен тек қана алып үйренбеуің керексің, беріп үйренуің керексің. Сен саған біреу пайдалы ақпарат берме, міндетті түрде қандай мүмкіндігің бар, лайк баса салу, комментарий жаза салу, подписаться ету деген нәрсе, бұл YouTube үшін, мен үшін, менің жұмысым үшін кері байланыс. Сондықтан да бір-бірімізге пайдалы болуды үйренейік. Бір-бірімізбен жақсы ақпаратпен бөлісуді үйренейік, Сол кезде біз бұл әлемге кәдімгідей пайдамыз мықты тиетін болады. Көріскенше күн жақсы, достар.